11 шілде Астана қаласы бәйге алаңында қымыз мерекесі жалғасуда. Қымыз мерекесіне әрқайсысы облыс, аудан, ауылдардан өздерінің қымызына келіп таныстырып жатыр. Ең соңында ең жақсы деп бағаланған қымыздарға бағалап шығады. Бағалап шыққан соң оларға міне осындай сыйлықтар береді екен. Бірінші, екінші болғандарға берілетін сыйлықтар, машиналар. Міне сыйлық машинаға ие болады. Осы жолғы қымыз мерекесінде қымыздың бірінші болғандарға берілетін машиналарды шығарып қойыпты. Бұл қымыз мерекесі негізінен 11 шілде және 12 шілде 2 күн жалғасады. Осы 2 күн ішінде бағаланып шыққан қымыздарға қомақты сыйлық, ақша беріледі, машина беріледі. Бүгін қымыз мерекесінің бірінші күні. Ертең және бір күн бар. Қазір біз далада жүрміз. Далада да ойын сауық, ішпек, жемек барлығын өткізіп жатыр. Біздің ет дейді, біздің ет деген Ақмола облысының келген. Біздің ет дейді. Мынау ненің еті мынау? Қойдың еті ма? Қойдың еті екен. Кауап сияқты қып шығарған екен ғой. Мына жақта кауап бар екен, және кауап шығарып жатты. Үйрек еті дейді. Мына жазда үйрек етін жеп қымыз жесек ыстасып кетеді ғой. Қақталған тауық еті, қойдың еті, қазы мен бауыр дейді. Бәрі бар екен бұл жерде. Құрт, ірімшік. Ашлық шығарып жатты. Кауап шығарып жатты мына жерде. Бек марық дейді. Дала гриль дейді. Тауықтың етін қақтап шығарады екен да мынау. Әсіп сірне дейді. Әсіп деген Мемфисі ғой. Қазақ пылау дейді. Плов. Қазақ плов. Қазақ палау ғой. Палау деп жазу керек қой мынаған. Маған апарып қазақ плов деп жазып қойыпты. Палау шығарады екен. Әсіп сірне, кауап бәрі бар екен. Сірне деген осы ғой міне. Давай. Не берейін, су бермейін бе? Міне қуырдақ деген. Қуырдақ немененің еті мұнау? Сиырдың еті, мынада сиырдың еті өкпе бауыр қосылған. Екеуі де сиырдың еті, өкпе бауыр қосылған. 3,5-нан. Бұл сиырдың еті екен ғой. Сиырдың етінен шығарған екен. Қымыз мерекесі жалғасуда. Ертең соңғы күн. Ертең және келіп дәмін татып көру керек.